Сақтансаң, сақ боларсың демекші, қазіргі таңда сақтандыру бизнеске және де әрбір адамға керек зат. Егер де сақтандыруды қазақ халқы ойлап тапқанда, сақтандыру компанияларының жарнама ұраны осындай болар еді. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі біздің тақырыбымыз сақтандыру жайлы болады. Сақтандыру деген не? Сақтандыруға келетін заттар және бастысы сақтандыру компаниясын қалай таңдау керек екенін айтатын боламыз. Сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Сізден лайк, бізден контент. Жалпы сақтандыру дегеніміз не? Сақтандыру адамдарды және олардың мүдделерін әртүрлі қауіптерден сақтандыруды қамтамасыз етуге арналған экономикалық қатынастардың ерекше түрі. Өздерін күтпеген оқиғалардан қорғағысы келетін тұтынушылар денсаулығына, жылжымалы және жылжымайтын мүліктеріне келтірілген зиянға, материалдық және материалдық емес зиян келтіретін кейбір келеңсіз оқиғалардың орнын алу үшін жауапкершілікке байланысты өз мүдделерін сақтандыру мақсатында сақтандыру ұйымдарына жүгіне алады. Бүгінгі таңда сақтандыру нарығында өмір мен денсаулықты сақтандырудан басқа мүлікті, бизнесті сақтандыруға деген қажеттілік артып келеді. Егер сіз егжей-тегжейлі қарастыратын болсаңыз, сіз айналымдағы тауарларды және қоймадағы тауарларды, ғимараттар мен құрылыстарды, интерьерді безендіру, жиһаздар мен интерьер заттарын және де тағы да басқа заттарды сақтандыруға болады. Отанымызда 2022 жылдың қаңтар айында болған оқиғалар бизнесті сақтандырудың қаншалықты керек екенін көрсетті. Ал енді осы сақтандыру компаниясын және сақтандыру бағдарламасын қалай таңдау керек екені туралы айтатын боламыз. Әрбір сақтандыру компаниясының бизнеске және жеке тұлғаларға арналған ұсыныстары мен өз бағдарламалары және сәйкесінше өз есептері бар. Есіңізде болсын, егер мысалы мүлік апатты жағдайда болса, сақтандырудан бас тартылуы мүмкін. Сақтандыру компаниясын таңдау кезінде төмендегі критерияларға назар аударыңыз. Лицензияның болуы, қаржылық тұрақтылық, компанияның тұрақтылығы, қызмет көрсету сапасы, мамандардың кәсібилігі, сақтандыру төлемдерінің статистикасы. Қорытындылайтын болсақ, қазіргі таңда сақтандыру әр адамның және бизнестің ажырамас бөлігі. Сондықтан сақтандыру компаниясын және сақтандыру бағдарламасын таңдағанда мұқият болыңыз. Ал сіз комментарийге келесіде қандай тақырыпты көргіңіз келетінін жазып кетіңіз.